Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып ғарышкер болғым келеді. Хочу стать космонавтом. Цель нашего урока өз арманың немесе қалауың туралы сөйлесесің. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздер үйренесің. Будем говорить о своих мечтах и выучим новые слова по теме. Ал енді бүгінгі сабақта қандай сөздермен танысамыз? Ғарышкер, космонавт, ғарыш, космос, алыс, далекий, дальний, жақын, близкий, ғарыш кеме, космический корабль, ғарышайлақ, космодром, ұшқыш, пилот. Дәрігер адамдарды емдейді, мұғалім балаларды оқытады, жүргізуші көліктері жүргізеді, өрт сөндіруші өрт сөндіреді. Ал бүгін біз сіздермен тағы бір маман түрімен танысамыз. Бұл ғарышкер. Ғарышкерлер дегеніміз кімдер? Ғарышкер дегеніміз олар ғарышқа, аспан әлеміне ұшатын адамдар. Мынау аспан әлемі. Аспан әлемінде көптеген жұлдыздар, дене және шоқ жұлдыздары бар. Аспан әлемінде 8 ғалам бар. Сол ғаламның үшіншісі жер деп аталады. Ал біздер сол жер ғаламында өмір сүреміз. Балалар, сендер қандай әуе көліктерін білесіңдер? Иә, ғарышкер ағаларымыз ғарышқа зымыранмен ұшады екен. Оның ғарыш кемесі деп атаймыз. Зымыран. Ол ғарышқа ұшып барып, аспан әлемін зерттейді. Біз бүгін ғарышкер ағалармен аспан әлемімен танысамыз. Ең бірінші адамдар айға ұшпас бұрын тірі дененің бару үшін Лайка деген итті ғарышқа ұшырған екен. Ең алғаш ғарышқа ұшқан Ресей азаматы ол Юрий Гагарин. Ол 1961 жылы 12 сәуірде тарихта тұңғыш рет Восток ғарыш кемесімен Байқоңыр ғарыш алаңынан ғарышқа ұшты. 1991 жылы ғарышқа Қазақстаннан алғаш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ұшты. Екінші болып Талғат Мұсабаев ұшты. Ол ержүрек батыр, халық қаһармандары, еліміздің мақтанышы. Ал 2015 жылы 12 қыркүйекте Айдын Айымбетов ағаларың аспан әлеміне жол тартты. Яғни ғарышқа ұшқан үшінші қазақ азаматы.